Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін мерекелік ерекше салат дайындаймыз. Салатымыздың ерекшелігі бұнда бионда монгол шөптер қосылған, және тұздалған қияр, черри қызанағы, болгар бұрышы, суда піскен ет, бөдене жұмыртқасы, зәйтүн майы және бальзам кремі, анар соусы қажет. Черри помидорларымызды осылай екіге бөліп аламыз, ал болгар бұрышын ұзыншақ етіп тураймыз. Барлығын осылай турап алғаннан кейін бөдене жұмыртқасын екіге бөліп аламыз. Суда піскен етімізді жапырақша етіп тураймыз. Салатымызды соусын дайындаймыз. Ыдысқа зәйтүн майын құямыз және бальзам кремін құямыз. Анар соусын құйып, барлығын араластырып, тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын. Енді салатымызды жинаймыз. Ыдысқа етімізді, болгар бұрышын, тұздалған қиярды және черри помидорын, шөптерімізді салып, соусымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымызды қолмен араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Енді оны ыдысқа әдемілеп саламыз. Ыдысқа салып, бөдене жұмыртқаларын бетіне қойып шығамыз. Салатымыз дайын. Әр дастарханға ерекше мерекелік сән беретін өте дәмді салаттардың бірі. Сіздер де дайындаңыздар. Маған комментария жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.